Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осындай асқабақ брелочекті тоқып үйренетін боламыз. Тоқылу жолы өте оңай әрі тез. Сіздерге шашуға тағы бір идея. Тоқыманы енді тоқып бастап жүрген қыздар да бұны тоқи алады. Қараңыздар, мен екі түрлі размерде тоқыдым. Өздеріңіз білесіздер, кішкентай қылып тоқсаңыздар, үлкен қылып тоқсаңыздар, біреуін 15 воздушный петлямен тоқса, екіншісін мысалы 20 воздушный петлямен тоқыдым. Маған осындай бұл бізде иранский жіптер, шашуға арналған жіпті деп бізде сатады. Осындай кесілген жіңішке жіппен қолдансаңыздар болады. Осындай 2,5 мм крючокты қолданамын. Қараңыздар, ең алдымен осылай біз воздушная петля аламыз. Қазақша ілмек. Қараңыздар, жаңағы менде екі брелоктың біреуін мен 15 сақина, екіншісін үлкен 20 сақина тоқсам, қазір мен ортаншысын тоқиын деп жатырмын. Мен 17 воздушная петля алдым. Осылай воздушная петля аламыз, 17 ілмек. Осыдан кейін біз полустолбик тоқимыз. Біріншісі емес, екіншісіне біз полустолбик тоқимыз. Осылай полустолбик тоқимыз. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі, тап осылай соңына дейін тоқисыздар. Ешқандай қиындық жоқ. Полустолбиктерді тоқып шығасыздар. Және де осы келген мысалы шашуға арналған бұйымдар тоққан кезде Ярнарттың джинс деген жібі жақсы келеді. Сосын Ализа Cotton Gold деген жіп бар. Сонымен де тоқсаңыздар болады. Бұл бізде иранский жіптер. Бұл иранский жіптер көбінесе қатты жіңішкелеу болып келеді. Ал именно жаңағы Ализаның Cotton Gold, жаңағы Ярнарттың джинс деген жіптері өте әдемі, және де түстері де жарқын, күшті болып шығады. Менде өзімде осы бар жіптен тоқып сіздерге көрсетіп жатырмын. Бұның өзі жақсы болып шығады. Енді қараңыздар, бірінші ряд тоқыдық. Бір сақина тоқимыз да біз, қараңыздар, біріншісінің ар жағына бір шетінен тоқимыз. Осылай бір шетінен алып, қайтадан осы полустолбиктерді тоқып шығамыз. Осылай полустолбиктерді тоқисыздар соңына дейін. Мынау бізде тоқылып жатқан екінші ряд. Общий біз 18 ряд тоқимыз. Екінші рядты тоқып жатырық. Тағы осылай 3, 4, 5 деп 18 рядқа дейін тоқисыздар. Бұл ешқандай қиындығы жоқ. Тоқыманы енді тоқып жүрген қыздар да тоқи алады. Особо озор ештеңе жоқ. Түсіндірудің де қатты керек жоқ деп ойлаймын. Соңына дейін осылай тоқи бересіздер. Қараңыздар, осылай 18 ряд тоқыдым. Енді екеуінің арасын біз қосатын боламыз. Міне. Енді қараңыздар. Міне, мына шетіндегін аласыздар да, екінші жақтың шетіндегін қосып осылай тоқисыздар. Міне. Мына бір шетіндегін аласыздар, мына жақтан аласыздар. Осылай екеуінің арасын қосасыздар. Тап осылай соңына дейін тоқисыздар. Өте түсінікті көрсетілген деп ойлаймын. Міне. Бір шетін алып, ар жағында екінші шетін алып қосасыздар.
Қараңыздар, міне мен тоқып болдым, міне қосып болдым арасын. Енді аяқтағы жіпті мен қысқарақ қылып қиып қойыппын, сіздер ұзынырақ қылып қиыңыздар. Мен қазір екінші тағы жіппен арасын байлап ұзартатын болам. Ана кішкентай жіптерді осы арасына өткізіп жібересіздер да. Міне сөйтіп арасына өткізіп жібересіздер. Сосын тоқымаға арналған ине, осындай пластмасс, осылай арасына кіргізесіздер. Және де осы бүйімізді оңға айналдырамыз. Міне біздің міне осылай оңға айналдырасыздар. Сосын міне кішкене жоғары жақтан міне осылай араларына осылай өтіп шығасыздар осы инемен. Зигзаг қылып өтіп шығасыздар. Сосын міне осылай өтесіздер. Соңында жіпті тартып бұл жерді бітіретін боламыз. Міне қараңыздар, осылай міне тартасыздар, соңында қаттырақ тартып шығасыздар. Міне осындай болып, сосын міне жаңа тартқанымыздың арасына тағы да инемізді кіргізіп шығасыздар. Міне ортасына жаңа тартқан жерлеріміз бар ғой, тартып тіккен жерлеріміз, тап сол жерге міне қайтадан кіргізесіздер. Сонда бізде жаңағы тартылған жер қаттырақ болып көрінбей тұрады. Міне осылай. Міне қарап көрдіңіздер ғой, міне арасы қатты білінбейтіндей болып шығады. Және арасына кіргізіп шықсаңыздар. Осылай. Міне қараңыздар, солардың арасына кіргізіп шықтым. Енді дәл ортасына инеміз кіргіземіз де. Қараңыздар, міне осы инеміз кіргіздік. Енді ішіне мақта салатын боламыз. Менде осындай халафай. Мақтаны кіргізіп, сосын жаңағындай зигзаг қылып жоғарғы жағын тігесіздер. Ешқандай да қиындығы жоқ. Видеода көрсетілгендей қылып тігіп шығасыздар. Міне дәл осылай жоғарғы жағында зигзагпен тігіп өткізіп шығасыздар. Сосын да оны жібін тартып, кішірейтіп, аузын жабатын боламыз. Міне видеода көрсетілгендей істей бересіздер.
Қараңыздар, міне тағы осылай тоқып аузын жабасыздар. Міне жоғары жағын қаттырақ қылып тоқығандарыңыз жөн. Міне негізі осы жерде ұзын қалатын жіп ұзын болу керек та, менде деген азғантай ғана жіп қалды. Міне қараңыздар, мына жерде мен жібімді байлап қиып тастайын деп отырмын, себебі менде азғантай жіп қалды, қалғанына жетпейді да. Егер сіздер басынан бастап ұзындау қылып жіп қалдырғандарыңызда бұдан кейін жалғастырып тігіп кете беретін едіңіздер. Қараңыздар, мен ұзындау жіпті алдым. Қазір бізге ұзындау жіп қажет болады. Міне мына жағын міне осылай қиып алдым. Осыны төменгі шетін байлаймын. Міне асты жағынан осылай кіргізіп аласыздар. Енді осылай қараңыздар, біз асқабағымызды бірінші 4-ке бөлеміз. 4-тен кейін тағы общий 8-ге бөлетін боламыз. 4-ті 2-ден бөліп шығатын боламыз. Мына бірінші бөліп жатқанымыз, міне дәл ортасынан бөлеміз. Бірінші ортасынан бөліп шығарып аласыздар. Міне дәл ортасынан бөлесіздер. Міне 2 бөлікке бөлдік, көріп тұрсыздар. Енді мына осы 2 шетіндегілерін тағы да бөлеміз. Міне общий біз 4 бөлік шығарамыз. 4 бөлікті тағы да ортасынан бөліп, барлығы 8-ге бөліп шығамыз. Міне өстіп істеп қатты осылай тартасыздар. Сонда бізде осындай асқабақтың формасына ұқсап шығады. Дәл ортасынан кіргізесіздер инені, 2 шетін жаңа тартқан жерлеріміз бар ғой, тап сол жерден ортасынан кіргізесіздер. Ал осы жіптерімізді дәл ортасынан формасына өздеріңізге келтіріп істей бересіздер. Міне 4-ке бөлдім. Міне енді осылардың ортасынан бөліп шығамыз. Бізде барлығы сонда 8-ге бөлінетін болады. Қараңыздар, міне бізде асқабақтың формасы шықты. Формалары дұрыс не болмай қалған жерлерінің крючоктың көмегімен жіпті көтеріп тұрып дұрыстап жөндеп жүрсеңіздер болады, өзіңізге ұнамайтын жерлерді. Қараңыздар, міне осылай тоқып болды. Енді біздің асқабағымыздың жоғары жасыл жағы, соны біз тоқитын боламыз. Ол үшін осылай круг жасаймыз. Оның ішіне бір осындай воздушная петля, содан кейін барып осылай 8 столбик без накида тоқимыз. Сосын оны көбейтетін боламыз. Бірінші 8 столбик без накида тоқимыз да бірінші осы жіпті қатты тартамыз. Және екеуінің арасын қосамыз да бірінші столбик без накиданың үстіне тағы столбик без накида тоқимыз. Екіншісіне көбейтіп 2 столбик без накида тоқимыз бір столбиктің үстіне.
үшіншісіне бір столбик без накида, төртіншісіне екеу, бір екі деп үлкейтіп тоқисыздар. Біздің осы дөңгелегіміз үлкен болып шығады. Міне соңғысы осындай бір столбик без накида болады, және екеуінің арасын қосып осыншама жіп қалдырамыз. Себебі жаңа қалған жіпке біз инемізді кіргізіп жоғарғы жағына жаңа асқабағымыздың біз кіргізіп тоқитын боламыз. Енді инемізге жібімізді өткіземіз. Сосын жоғарғы жағына әдемілеп тігіп шығатын боламыз. Міне осы жағына осылай тігіп шығасыздар. Осылай араларына өткізіп тұрып, видеода көрсетілгендей қылып, аккуратно тігіп шығамыз. Ал қыздар, міне біздің брелогымыз осымен бітті. Сіздерге видео ұнады деп ойлаймын. Видеоға лайк басып, комментария жазып, мені қолдауларыңызды сұраймын. Мені әрбір видеома лайк басып, қолдап кетсеңіздер, мен бұдан да күшті видеоларды алдағы уақытта салатын боламын. Рахмет.